9 жасар қызды зорлаған педофил іздестіріліп жатыр. Ақтөбеде мүгедек бойжеткенді немере ағасы зорлаған. Тапатал түсте 5 жасар қызды зорламақ болды деген азаматты тұрғындар ұстап алған. Ақтауда 5 жастағы қызды педофилдің қолынан тұрғындар құтқарып қалды. Мынау педофил. Жаңа ұстап алдық. Ардан безген азғындар, мынадай жан түршігерлік оқиғаларды көрген әрбір атана перзентінің болашағына қалай алаңдамасын. Атаналардың ғана емес, саналы адамның бәрінің ойына үрей алататын педофил деген кім? Адам ба, жоқ хайуан ба? Жалпы кәмелетке толмаған балаларға жыныстық зомбылық жасау неден туындайды? Көкейде сан сауал, оның жауабын сіз боп, біз боп бірге іздейік. Сәлеметсіздер ме? НТК телеарнасының эфирінде жасөспірімдердің мәселелерін қозғайтын сан сауал ток-шоуы. Оның жүргізушісі мен Аяна Габдулина. Бүгінгі біздің тақырыбымыз озбырдың ісі деп аталады. Әңгімемізді бастамас бұрын тақырыбымызға тұздық болатын оқиғаны тамашалап алайық. Назарларыңыз экранда болсын. Кәрім аға, шайға келіңіз. Қазір. Қалайсыңдар? Ас болсын. Қалай демалдыңыз аға? Жақсы демалдым. Алмажан. Кеше маған жұмыстағы бастығым хабарласты. Тыныштық па, не дейді? Олар мені басқа қалаға жұмысқа жібермек. Солай ма? Сіз не дедіңіз? Мен оған әлі екі ойлы болып жүрмін. Оның үстіне туғандай болып кеттіңдер ғой. Сендерді қимаймын. Аға, біз де сізді қимаймыз. Сіз менің пәтер жалдаушым емес, туған әкемдей болып кеттіңіз. Көшпей қойғаныңыз дұрыс болар еді. Мен көшкенмен де басқа біреу табылады ғой. Табылуын табылады ғой. Бірақ сіз мені осы уақытқа дейін бір ретте ренжіткен жоқсыз. Балаларыма да қамқор болып жүресіз. Өйткені сенің балаларың ұнайды маған. Оның үстіне менің немерелерім сияқты. Немерелерімді сағындым. Айтпақшаға, Азаматты бүгін мектептен ала аласыз ба? Мен жұмыстан кеш шығады екем. Әрине алам. Мектептен қайтқан соң екеуміз аулаға шығып ойнаймыз. Солай ма құлыным? Рахмет аға, сіз болмасаңыз мен қайтер едім. Балалар, қазір сабақтан кешігеміз. Тұрайық. Аға, ренжімесеңіз, шайды өзіңіз құйып іше бересіз бе? Әрине. Маған алаңдамаңдар. Оны да тастаңдар барлығын. Мен өзім жинаймын. Жолдарынан қалмаңдар. Сіз болмасаңыз қайтер едім аға. Рахмет көп. Бара қойыңдар. Анашым, анау аға біздің үйден кетіп қалса жақсы болар еді. Неге? Ол бізге ұнамайды. Неге ұнамайды? Оны не істеп қойды саған? Жоқ, ештеңе істеген жоқ. Бірақ Азамат екеуміз содан қорқамыз. Солай ғой, Азамат, айтшы? Жоқ, ол аға жақсы маған машина береді. Бұған машина болса болды. Рас айтам, ол сондай біртүрлі кісі, маған да біртүрлі қарайтын сияқты. Біртүрлі қараған нес? Білмеймін. Анашым, сол бөлмені жалға бермей-ақ, өзіміз ғана тұра берейікші. Олай болмайды. Ол бөлмені жалға бермесек, біз қайтып күн көреміз. Ана әкелеріңнен де қайыр жоқ. Алимент те төлемейді. Біздің басқа амалымыз жоқ, қызым. Онда басқа пәтер жалдаушы табайық, бұл аға көшіп кетсін.
Болды, сөзді доғар. Біз басқа пәтер жалдаушы тапсақ та, дәл Кәрім ағайдай бола алмайды. Жүр сабақтан кешігеміз. Арайка, тоқташы, саған не болған, көңіл-күйің жоқ қой. Жай ештеңе емес. Айтсаңшы енді. Ой, анау біздің үйде бір-бірімен жалдап тұратын аға бар емес пе? Иә. Сол аға маған мүлдем ұнамайды. Мен одан қорқамын. Соңғы кездері маған біртүрлі қарап жүрген сияқты. Қалай сонда? Білмеймін, ол маған тиіскісі келетін емес пе? Оны қайдан білдің? Менен көзін алмайды. Қарап тұрады. Бірсе қолынан, бірсе шашымнан ұстағысы келеді. Жындыма өзі анаң айтып бермесін бе? Қалай айтам? Ұят емес пе? Анам олаған үлкен кісі, құрметтеу керек дейді. Айтуға бата алмай жүрмін. Онда сен сынып жетекшімізге айт. Апай анаң айтар? Жоқ, айтпаймын. Арты шуып кетсе не істеймін? Қызықсың сен, несіне қорқасың? Апайдан сыныптағы қыздар естісе, мен мазақтап күледі. Сондықтан ешкімге айтпай қойған дұрыс. Сен ешкімге айтпа, жүр ме? Жарайды. Шошып кеттің ба қызым? Мұныңыз не? Неге сонша шошытасыз? Анаң қайда кеткен? Құрбысының үйіне кетті. Азамат та сонымен бір кетті ме? Иә. Не істеп отырсың? Көмектесейін бе? Жоқ, керек жоқ. Бөлмеңізге бара беріңіз. Сен неге менен қорқасың? Бар жоғы көмектесейін дегенім бе? Айттым ғой сізге. Көмегіңіздің керек жоқ. Бөлмеңізге бара беріңіз. Болды. Қазір кетем. Сен ағаңа көп ренжіме. Кеш. Дизем отыр. Қолаң шашыңнан бір иіскейін. Мен сені жақсы көрем. Сен сондай әдемі қызсың. Сіз маған не деп тұрсыз? Осыдан тағы бір нәрсе айтатын болсаңыз, анама айтып беремін. Ей, қыз! Неге айтқан тыңдамайсың? Кеш. Құшырланып бір иіскейін. Теспеңіз маған! Жіберіңіз! Теспеңіз! Мен сізді анама айтып беремін! Анасы! Қазір мен саған көрсетейін. Маған! Беріңіз дедім ғой! Тоқтат дедім ғой мен саған. Теспеңіз! Кетіңіз бұл жерден! Айғайлама. Анасы! Айғайлама дедім ғой мен саған. Көрдіңіздер ғой, қандай қорқынышты жағдай. Енді студия қонақтарым осы оқиғаны талқылайықшы. Сәл болмағанда жасөспірім Арайлымның өміріне қастандық жасалатын еді. Меруерт ханым, сіз не дейсіз бұған? Біздің халық жаңағы орысша айтқанда наивный дейді ғой. Кішкене жылы сөйлесе, енді сондай жаңағы сенімшіл ма, сондай, ол енді біздің халықта бар енді ондай. Адамға сеніп, жылы сөйлесе болды, сол жаңағы барлығын ұмытып кетеді деген сияқты. Сол үшін бәлкім. Жасұлан мырза. Қатал заң керек та. Ол қатал заң. Бірден ондай педофилдер, яғни ұрпаққа зиянын тигізіп отқан кішкентай ғана бүлдіршін, әлі ол ештеңеге ондай нәрсеге дайын емес, бүлдіршінге қол тигізген олар адам деп айтуға болмайды ғой.
олар сразу өлім жазасына кесіп тастау керек та. Бірінші айтатын ше, оны ешқандай обсуждениесіз, сотсыз кәдімгі асып салу керек или атып салу керек. Екінші мәселе, кейбір ата-аналарға құлақ қағыз, осы бастарынан айтып кетейін, осы жерде пайдаланып отырып. Қазір кішкентай жасөспірім қыздар бір қараған кезде үлкен болып көрінеді, боянып, сыбанып, киімін бір өзі бір ауру еркек жүрген кезде ананы көріп бір одан сайын оның делебесі қосып кетеді ғой. Еркек мысалы, еркектің өзі сол табиғаты сол ғой, жаратылысы. Яғни қыз баланың да кішкентай оны кәдімгі қыз сияқты өсіру керек. Бізде қазір қоғамда не болып жатыр? Кішкентайлар тақ етіп үлкендердің тірлігімен бірдей, үлкендердің деңгейінде сөйлейді, үлкендердің жасап жатқан тірлігін жасайды. Содан кейін барады да ертең күні ойбай құдай мен саған не жаздым дейді. Ешқашан әйел адам үйіне еркекті квартирант ұстамау керек. Негізі ол жалғыз басты болса. Квартирант былай тұрсын. Жалғыз басты болмаған күннің өзінде де ол бала шағасы үшін, оның күйеуі болған күннің өзінде де ол бөтен еркек ұстамау керек. Әрине, педофилия деген ол ауру. Жалпы айтқанда педофилдерді абақтыға жібергеннен кейін оны емдеу керек. Ол кастрациямен құтылып болмайды. Сосын жаңа мына сюжетте қарап отырсақ, қыз анасына айтты. Бір ауыз айтты. Бірақ анасы немқұрай қарап, жаңағы ол үлкен кісі, оған әкеңде қарауың керексің дегенде оған жаңағы внушать етіп жатыр қызға. Әрине, ол қыз неге тығырыққа тірелді? Ол әрі қарай досын құрбысына айтқысы келді, құрбысы шешімін айтқандай болды, бірақ әрі қарай ушып кете ме деген тағы бір қорқыныш сезімі болды. Сол себепті бұл жерде жаңағыдай оқиға орын алды. Заң бойынша педофилдерге қандай жаза қарастырылған? Заң бойынша негізі 10 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Біз ол педофилдерді, олар біздің айналамызда жүрсе де, біз оларды мынау педофил екен, мынау педофил емес екен деп ойламаймыз. Психолог мырза айтыңызшы. Енді қоғамда осы психосексуалды тұрғыдан ауытқу бар адамдарды біз қалай танимыз? Тани аламыз ба? Кәдімгі қарапайым адам. Ең оларға ортақ бір мінез құлық, ол де мінездің жұмсақтығы. Мінездің жұмсақтығы, одан кейін балалармен оңай тіл табысуға ұмтылыс. Және бұл психологиялық портретіне іздеп қарасақ, бұған дейін зерттеулерде балалармен жұмыс жасайтын мамандықтарда балабақшадан бастап мұғалімдер арасынан іздеп көрген. Негізінде осы топқа ғана емес, мен бір ойладым, егер әскери саладан басқа салалардың барлығында педофил болуы ғажап емес. Педофил ол психосексуалды дамудың тежелуінен туындаған дерт. Жаңа көріністе көргенде анасына айтты, күмәнін айтты, қорқынышын бөлісті. Бірақ қорқынышын, өзінің ойын баласымен санаспай, тыңдамағаннан кейін осындай арты, осындай қайғылы жағдайға ұшырап отыр. Кәмшат ханым, енді өзіңіз маман ретінде айтыңыз, қаншама осындай озбырлықты көрген жасөспірімдердің құқығын қорғап келе жатырсыз? Соңғы кездері не үшін бұндай оқиғалар орын алып жатыр, көбейіп бара жатыр? Себебі ата-ана баламен тығыз қарым-қатынаста жоқ. Екіншіден, жаңа айтқан уәждеріне елемей жатады. Себеп қу тіршілік, әлеуметтік жағдай бар, басқа нәрселер бар. Баланы бір тұлға ретінде көрмей жатады. Баланың өзіндік жаңағы тұлға ретінде оның құқығы барын, немесе ол жаңағы ертеңгі күні қиындыққа түскен кезде оған бірінші жаңағы қорғаушыдан көрі ата-ана жақын болу керек, және ата-ана қорғап білу керек баласын. Бірақ өкінішке орай көп салдарды жіберіп алады да, ақыры осы мына заңгерлерге, адвокаттарға келеді да, қызымды қорғап беріңіз. Ал бірінші қорғайтын негізі ата-ана бұл жерде. Жылына қанша осындай оқиғалар тіркелінеді? Шамамен? Шамамен енді айтатын болсақ, бір Ләззат ханым 100 оқиға бар шығар, иә? Жарты, мен осы сентябрь айында жарты жылда 600 бала деді ол. Ойып па? Ол хабар беретіндері, ол айтатындары, кәмелеттік жасқа толмаған. Ләззат ханымда менің әріптесім жасөспірімдерді қорғайды, әйел қыздардың зорлық-зомбылыққа қарсы күресетін заңгер ретінде. Міне, енді біз бір-біріміз толықтырып отырайық. Құрметті студия қонақтары, танысып қойыңыздар, осындай оқиғаны басынан өткізген
біздің студиямызға Ләззат ханым келіп отыр. Бұл оқиға жайында тіпті ол кітап жазған екен. Қазірде бірақ дегенмен де студиямызға келіп ашық әңгімемді айтам деп отыр. Ләззат ханым, сөз кезегі сізде. Қазір біздің қоғамда енді айтылып жатыр ғой, қоғамда ашық айтылып жатыр. Бала зорлығы жаңағы өте көп. Мен өз басымда 6 жасымда зорланғам. Жаңағы нені көп өзімді өзім мәжілісте отырдым. У меня паническая атака, психолог білет. Бұл зорланған өмір бақи қалады. Сен мың жерден кетті, мың жерден психологқа бар, мың жерден емдел, бірақ та бұл баланың несте қалады. Ол қай жерде болған оқиға? Кім? Бұл жағдай болды? Өзіміздің ауылда болды, Восточный Қазақстан, Шығыс Қазақстанда, өзім тұратын жерінде. Менің анамнан ерте айырылғам. Әкем жұмыста, жаңағы екінші анам ненде болды, ол кісі отпускада болды. Содан ана көршілерге тапсыр кетеді, көрші араласатын кісілер, балаларға қарай салыңдар демейді. Ол бізде қазақ жаңа Меруерт ханым айтып жатыр, сен неміз бен шында да біз өзіміздің қасиетті қазақ халқы мықты, аңқау неміз ғой, енді аңқау емес, сенгіш біз. Соны шешем тапсыр кетеді, қарай салыңдар деп. Мен үлкен ағам 7-ші класс, өзім 6-ға толмағам. Содан көршінің баласы, ол 18-де. Ол үйде өзі көп бала. Сосын жүгіріп жүресің, кішкентайсың, енді ол сен ондай вообще кішкентай баланың миында жоқ қой, бір нәрсе болады. Қарын ашқанда жүгіріп барасында, сол жақтан шай ішіп жүресінде, екі тиіп тұр. Солай бір күні ағам далада жүр, әкем жоқ, ана кісі жоқ. Содан бір неде ұйықтап жатқанда есін алда бір диван болатын. Сол үйде көрсем әліңге шейін. Кейін әкем көшкенде қуандым ғой, сол үйден көшкендеріне. Есте қалады да, сол жерде енді жасайтын нәрсесін жасап ұйықтап жатқанда зорлап кетті. Оның қасында тағы да бір бала болды, бірақ та жастықпен тұншықтырып тастады. Енді қазір мен айта уже ішімдегінді арт жақта алдыда қазір жассыз өспірімдер бар, бәрі білсін деп бұл кітаптың шығу тегі де сол да, негізі түрткі болған осы. Бұл кітапты мен осы неше жыл ғана болды. Кітаптың аты қандай? 6 жыл. Ләззат тағдырын бергенін қабылдаймын деген. Орысша, қазақша, ағылшынша, қытайша 4 тілде шықты. Сіз, рахмет, тағдырдың бергенін қабылдадыңыз ба? 6 жасыңыздан кейінгі өміріңізді айтыңызшы. 6 жастан кейінгі өмірім, менің ең бір Алла тағалаға айтатын алғысым, мамамның сіңлісі білгендей сол жыл алып кетті, зорланған жылы. Сол бір айдың ішінде апам қатты нашар жатты да, сол үйден алып кетті. Апасымен қоштасқасын, ертең өлсе немересі ғой еске қалсын деп, ол 2-3 шақырым кішірек қала, сол жаққа алып кетті. Содан ол кісілер мен емдеді, ол кісілер білген жоқ мен зорланған. Бірақ та мен күнде түнде тұрып айғайлап жылайтын. Өзім білмеймін. Ана көз алдыма келеді де, жаңа кісі қап-қара. Қатты қорқасыз, қорқып қаласыз. Әрине ауыр жағдай, ешкімнің басына бермесін. Сол жағдайдан кейін сол азғындар сотталды ма? Олар сотталған жоқ, оны міне кітап шыққанда ғана айтылды. Ол кезде кім менен сұрайды? Балам саған бірдеме болды ма деп. Сол кезде сұраса, үлкен кісілер, мен айтып беруші едім. Мысалы, сол кезде айтады, сен не айтпадың дейді. Кейінен мен шетелдің психологтарын оқыдым. Көп кешен оқыдым да, осы 23 жастан басып психологияны оқып, сонда бір неткенім, егер ішіндегі сондай ауыр жара болса, жаңа айтады ғой, жан жарасы ол ешқашан емделмейді. Денен, мысалы, тән жарасы емделгенмен, жан жарасы емделмейді. Сонда шетелдіктердің, енді аттарын ұмытып отырмын, психологиясында жазу керек екен. Жазу керек. Сосын бір уақыт келгенде, уже ішіне сыймай бара соң жаздым. Сосын жолдасымнан да кейін жазып болған соң рұқсат сұрадым, осы кітап шықса сен қолдайсың ба деп. Жолдасым енді ер азамат мықты, мен жолдасым Аллаға мыңда бір рахмет, қолдап, сосын қоғамдық қорды қатыс айналсам десең, осы зорлық-зомбылыққа қарсы қоғамдық қор бар, Human Rights Lawyers деген. Кітабым шыққан соң бір 200-дей адам жазды. Маған постоянно кісілер жазып отырды. Соның ішінде байқағаным, колледжда оқитын мұғалімдерге көп мәселе, колледжда оқитын қыздарға
көп мән беру керек. Қазақ группасында оқитын, енді аттарын қазір айтпаймын, колледждардың өте көп. Анонимна болсыншы, апай, мен ағам, туған ағам зорлады дейді. Туған тағы да несі зорлаған. Кейінен міне осы бір жұма бұрын туған әкесі зорлаған. Сол үйінен кеткен шешесі сол әкесін қолдап отыр. Біз неше осы қоғамдық қорына қаншама зорланған балалардың қорғап жатырмыз. Енді Хамиша ханым да біледі, бұндай соттар жабық сот қой. Оны жаңағы баланың тағдырын ойлап, оны айтпайсың, оны жазбайсың, бірақ та өте көп соттарға қатысып жатырмыз. Әжемнің қолында өстім. Бір оқиға болды, мен жаңағы әжемнің өзінің ұлдары, нағашыларым, сосын жаңағы әпкес сіңлісінің ұлдары, былайша айтқанда менің ағаларым ғой, бәрі нағашы жақ. Пикникке барамыз дедік. Сосын әжем айтты, мен әпкем бар, екеуміз енді жасөспірім шақтан сәл кішірек жастамыз. Әжем, жоқ, бармайсыңдар. Неге біз жылаймыз? Жоқ, ана ұлдармен бірге бармайсыңдар. Білмеймін, сол кезде біз жыладық, әжеге ренжідік. Қазір мына оқиғаларды естіп отырып, қазіргі заманда мен түсініп отырмын, әжем неге жібермегенін. Сонда қараңыз, өз ұлдары, өзінің туысқандары соларға сенбеген әже. Әжем айтатын, есімде қалып қойған сөз, еркекке сенім жоқ деген сөз. Еркекке сенім жоқ. Ол өзің ұлың болсын, өзің әкең болсын, өзің ағаң болсын, кім болса да деп. Әжелеріміз, біздің ата-бабамыз ақымақ болған жоқ, біздің өте ақылды болды. Неге қосып жібермеді мына қызды? Өзінің ағаларымен бірге. Себебі қазақта сөз бар, қызды 40 үйден тыйым дейді. Мен қазір сізге айтып отқаным сол ғой. Өйткені неге? Өйткені еркектің нәпсісі әйел адамдарға қарағанда, қыз балаға қарағанда 9 есе, по-моему, көп. Ал 9 есе деген салыстыруға келмейді. Сондықтан қызға 40 үйден тыйым. Қызымызға біз бірінші аурулар бар. Иә, мен келсем. Ол тек қана мына оқиғаны ғана талқылап қойып жатырмыз ғой. Бұндай оқиға емес, мектептен келе жатқан жолда қосылған. Заманауи өмірде өмір сүріп жатырмыз. Біз жоқ, заманауи өмір емес, ол өмір дегеніміз бір өмір сүріп келе жатырмыз. Сіз просто қараңыз мен. Ұлдарды да зорлап жатыр ғой? Жоқ, мен түсіндім. Ұлдарды зорлап жатыр. Мен оны айтып отырмын. Ана ауырып жүрген, өзі ауытқумен жүрген адам, жаңағы бір елебесі қосып, не істерін білмей жүрген адамға ары қарай қосып кетуіне себепкер болып қалады да. Ол ауру, ол педофил деген. Соны қоздырмау үшін де кішкентай өз-өзіміз қараңызшы, қай бір жылы бір үлкен резонанс тудырған оқиға болды ғой, ер баланы зорлаған. Ол кезде ер бала киімде мектептен келе жатыр, арқасында рюкзак бар, бір видеолар шықты ғой. Ол сен жалаңаштан ба, меніңше, ол кісінің делебесінің қозуына, киім қозбауына киім себепкер болмайды, киім қорғамайды. Бұл жерде, жоқ, сіздің сөзіңіз дұрыс, бірақ қанша жерден жабық киініп жүрсең де, менің ойымша, ол зорлайым деген адам зорлайды. Мектепте оқитын ұл балалар, жай біреу шекіп жіберсе басынан бір ағалық, жаңағы енді ер азамат болғаннан кейін бір тегіп жіберсе деген сияқты, сондай болса, ойбай, мынау маған тиісті, мынау мені зорлағысы келді деген сияқты, сондай жала жабулар да бар. Сол үшін міне осы Әлібиге қатысты, Әліби деген студент шабыттың соған қатысты осы мәселемен біз айналысып жатырмыз. Ақтөбеде жазғы лагерден шу шықты. 7 бірдей ата-ана тәлімгердің үстінен шағымданған. Қазір істі полицейлер тергеп жатыр. Жап-жас жігіт ер балаларға азғындық әрекет жасады деген ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады, әлде бұл қауесет пе? Сотта адам баласы немесе жала жабуы мүмкін да, басқа және адамдар жала жабуы мүмкін, ол педофил болмауы мүмкін. Сол үшін педофилдердің бәрін алып, атып Қытайдағыдай өлтіру керек дегенге мен келіспеймін. 74-ші жылыстар, мен 88-ші жылғымын. Менің қатарлас құрбыларымның арасында да бар бұндай оқиғаны бастан өткізген. Әлі күнге дейін презентациясы болды ғой. Сіз батырсыз, сіз кітап жазып жатсыз. Мен өмір бақи ойлағам, мен жалғыз шығарым деп. Себебі өйткені естімейтім. Менің ойымша, неге менмін деп ойлайтын да, неге мен жалғыз мен деп ойлайтын да, бұрын кейін қарасам қаншама сондағы бар ғой. Жау сырттан келмейді, психологтарды сұрасыңыз да айтсаңыз, психологты айтып береді. Көрші, ағасы, туысқан бірдеңкесі шынында да солай. Бірақ бұл жерде бар ғой, ондай адамдар, былайша айтқанда сплош ире адамда, аналар мен 3 қыздың анасы ретінде менің қазір түсінгенім, мен қыздарыммен ашық сөйлеседі екенмін. Бұл тақырыпқа сұраймын, түсіндіремін, жаңа сіздің сөзіңізде, сенің денеңе ешкімнің қол тигізуге құқығы жоқ екен. Жоқ деп мен соны түсіндіруім керек екен. Әрбір анаға осыны түсіну керек. Жаңағы оқиғаны,
жаңағы мысал ретінде келтірген оқиға ма, өмірде болған оқиға ма? Өмірде болған, иә. Мысалы, ол жерде жаңағы әйел, ол мәжбүр бір адамды алуға, пәтеріне ақша төлеу үшін материалдық қиындықтар басқа да амалдар бар ғой, ақша табады. Енді Зарина ханым, өз сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, мен айтам, қыздарыма айтам, қазір, бірақ Зарина, өзіңнен басқа тағы да айта алмайтын қазақтың менталитеті бар ғой, стереотип, ұят болады, ойбай, мен бүгіннен бастап түсініп жатырмын, жыныстық қатынаспен айналыспайтын сияқты қазақтар ше, негізі олармен қалай жұмыс істей аламыз? Осыны түсіндіру керек аналарға. Менің ойымша, мектепке бірінші сыныпқа бала қабылданғаннан бастап ата-аналар жиналысында борға ақша жинайық, шторға ақша жинайық деген әңгіме емес. Қымбатты мамалар, балаларыңыз үйге келген кезде міндетті түрде мынау сұрақтарды қойыңдар деп, меніңше мұғалім, ата-ана, психолог бірігіп бір осындай жиналыстар өткізу керек. Қоғам бұл. Мен білмеймін, бір осындай дүниеге. Болады сондай жігіттерді бір бөлек, қыздарды бір бөлек жинайды да, кәдімгідей половой воспитание деген жыныстық тәрбие беру сағаты болатын. Құрметті студия қонақтары, әлгі оқиғаның жалғасын көріп алайық, сонан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Мархабат. Мұнда не болып жатыр? Науға маған тиісті. Сұмырай, мен саған сеніп қызымды тастап кетіп жүрсем, сен не істеп жатырсың? Жоқ, мен... Жап аузыңды сөйлеме. Мал екеш, мал да төліне тиіспейді. Жоқ. Асымды жіп, аяғымды тепкенің не? Алмажан, мен масқара болып. Жап аузыңды сөйлеме. Полицияда жауап беретін боласың. Жексұрын. Хабарласпаш. Алло, полиция. Мұнда бір оңбаған менің қызымды зорламақшы болды. Үстінен түстім. Мекен жайым Аюбаев 2, 4-ші пәтер. Алма, тыныштық ба? Не айғай-шу? Жоқ. Алма, не болды? Дауыстарын естіп жүгіріп келдік. Мұна оңбаған менің қызымды зорламақшы болған. Жоқ. Оңбаған неме? Сен сияқтылар түрменің түбінде жүру керек. Ай, масқара. Жоқ, Алма. Полицияға хабар бердің ба, Алма? Алма, жібер деймін. Күлеш, тұр. Алма, олай емес. Алма. Тыныш. Алма. Оңбаған. Осылайша өрімдей жас қыз сәті түсіп, зұлым қаскөйдің қанды шеңгелінен аман қалады. Тексере келе, күдікті Кәрім Дүйсенбаевтың бұдан бұрын да осыған ұқсас жымысқы істерге қатысы болғаны анықталады. Алайда, айғақтың жеткіліксіздігінен қылмысы дәлелденбеген қанпезер заң қармағынан құтылып кетіп отырыпты. Бұл жолы оның жазадан құтылмасы анық еді. Мінекей, қымбатты студия қонақтары, оқиғамыз осылай аяқталды. Бәрі жақсы, аман құтқарып қалды әйтеуір. Сондай болатын сияқты деп тұрмын, оған аяғы жақсылық. Осындай педофилдерден қалай біз ата-ана қыздарымызды сақтай аламыз? Оны педофил екенін білсең бар ғой, сен итакты сақтанасың ғой. Оны жақындатпайсың, көшеден көрсең ұстап аласың, оны білмейсің ғой бәлелерді. Кәдімгідей қоғамда араласып жүреді, мысалы, 100 адам жүрсе, соның ішінде қайсысы педофилге таба алмайсың ғой, оны білмейсің. Балаңыз педофил кім екенін біле ма? Білмейді ғой, вот именно мен сіздерге қараңызшы, не үшін білмейсің балаңыз? Жоқ, менің балам педофилдің кім екенін біледі, мен балдарыма оны кім деп айттыңыз балдарыңызға? Мен мысалы балдармен енді бұлай ашық айтқан жоқпын ештеңені. Айтпағанын десе. Өйткені мен оған мен балам әлі ондай неге жеткен жоқ, 13 жаста енді. Менің отбасындағы балам тәрбиесіне мен қоғамды қауіптендірмейсіз, әр нәрседен сақтамайсыз. Сіздің не бұл не правильно? Тоқтаңызшы енді комиссияған, сіз менің отбасымдағы тәрбиенің қандай екенін білмейсіз ғой? Менің отбасында мен сізді айыптайын деп отырмын. Менің отбасымда мынандай тақырып. Менің отбасымда менің 2 ұлым бар, 2 қызым бар. 2 ұлым үлкен, 2 қызым кішкентай. Біреу 1 айлық, біреу 4 жаста, 5 жаста. Біздің отбасында мынандай. Менің қызыма үйге бір зат алып келсем, бала шағама, бірінші қызым ұйықтап жатса, қызым оянбайынша ана 2 бала жемейді оны. Яғни мен бала шағамда қызға құрмет деген нәрсені ол басының санасына құйып тастаған.
құйылып келе жатыр и құйыла береді да. Содан кейін мен олармен сөйлескен кезде мен олармен жеке отырамын да, мен әке шешемсіз, әйелімсіз, үшеуміз отырып аламыздан, так балам мынаны қара деп мен олармен әңгімелесем. Кәдімгідей үлкен адамдарша әңгімелесем. Осындай, мынау нәрсе болмайды, мына нәрсеге жақындамау керек. Егер саған көшеде біреу немқұрайды қараса, жан-жағында бірінші кімді көресің? Аға деп бірінші айқайла. Қорықпа. Осыны айтып отырмыз біз қыз туралы көбірек айтып кеттік. Соны айтып отырмыз. Айтыңыздаршы, ұл балаларды зорланып жатыр. Егер қазір қараңыз, бұрын біздің кезімізде мектепте таяқ жесең, оны әке шешеңе айтып кетсең, әке шешеңнен тағы да дұрыс. Көшеде таяқ жеген кезде үйге айтпайтын болды. Ер шекспей бекіспейді деп. Қазіргі таңда мен балдарыма айтамын. Егер біреумен төбелессең, үйге жылап келме деп айтамын мен де. Неге? Өйткені ол еркек, ол тұл. Көшедегі қазіргі заманның балдары бөлек емес пе? Ол мұндай нәрсені істемеймін, ондай нәрсе. Мен айтамын бірақ тек қана, егер өзің үлкен, яғни сен менің балам 14-те болса, оған 19, 18, 17, 20 жастар бала бірдеңе десе, балам қорықпай сен маған айт деймін. Дұрыс. Одан кейін егер саған қауіптеніп тұратын болса, сен жан-жағыңа қара да. Біріншіден көзіңе кім көресің? Бір еркек кетіп барады ма? Аға! Айқайла. Аға деді, соған қарай жүгіріп кетті. Анау сен қалады. Меруерт ханым, сіздің ұлыңыз есейді қазір. Осындай тақырыпта сіз ашық әңгіме айттыңыз ба? Қазір балам 20 жаста. Бір жыл бұрын осы Әліби деген шабыт өнер академиясының студентіне педофил деп жала жабылғаннан бері балам осы тақырыпты баламыз екеуміз зерттедік. Бірге осы тақырыпты талқыладық. Одан кейін мен балама айтқаным, балам ешқашан біреуге кішкентай балаға тиісуші болма, басынан шертуші болма, жаңағы аяғыңды көтерген ұл балалар бір-бірін тебеді ғой енді былай айтқанда, ойнап та бір теппе деп айттым. Әліби неге ақталмай жатыр? Заңның дұрыс болмағаны ма? Бұл жерде не жетпей жатыр? Әліби басында мойындап қойған. Балалар, кішкентай жасөспірімдер биге жібермей қойған ғой Әліби. Сол кезде олар атан бәрі келісіп алғанда ата-аналарына айтқан, солай айтайық деп. Содан кейін жаңағы ең балаларды алып келген кезде, тергеу орнына алып келген кезде, кішкентай балаларды психологтың қатысуынсыз жаңағы нелерін алған. Және де неге екені белгісіз, 15-16 баланы тергеген кезде бір тергеуші Әлібиді де, бір уақытта Әлібиді де, 15 баланы да психологсыз бір уақытта бір адам тергеген. Әлібидің ісінде өте көп шикіліктерді байқадым. Шынымен де Меруерт ханым айтатындай, жаңа ашынып айтатындай жай түстер көп. Себебі жаңа бір несін келтірді. Тергеуші бір уақытта бір неде жаңа балдарды жаңа тергеп үлгерген, Әлібиді тергеп үлгерген, ол қалай адам физически успевать етпейді ондайға, мүмкін емес. Сонда бір кабинетте отырып, жаңа баланы нетеді, бір кабинетте отырып Әлібиді нетеді, ол жерде не болған ол жерде? Біз енді басында жоқпыз да, бірақ менімше сол жердегі қатысқан қорғаушылар көп шикілікке көз жұма қарай салған. Жасөспірімдердің жала жабу оқиғасын мысал ретінде өзім алдымда келген физкультура мұғалімінің маған консультацияға келіп, бір жасөспірім қыз, 8-9 сыныптың оқушысы үнемі провокация жасайды. Турникке болмаса биік снарядтарға өзі шығып алады да, содан кейін мен құлаймын, мені түсіріңіз деп. Оны басқа балалардың бәрі көріп тұр. Егер құшақтап, егер оның денесін ұстап, ол үйленбеген 27-тегі жігіт. Құдай сақтасын. Егер ұстайтын болса, провокация жасау әбден мүмкін. Егер басқа оқушылар қарап тұр, оларда куә болуы ғажап емес. Яғни бұл жерде мына баланың жаңа сөзіміздің басында айттық қой, психологиялық сексуалдық дамудың тежелуі деп нәтижесінде педофилдер шықты дедік. Енді тура осы кез келген бала үшін де, ата-ана үшін де өте қауіпті. Яғни жаңағы провокация жасайтын жасөспірім қыз өз әкесінің мейірімін, өз әкесінің жылуын сезінбеуі мүмкін. Соны компенсация ретінде осындай провокация арқылы
алуы ғажап емес. Құрметті студия қонақтары, бізде тағы бір кейіпкер бар. Ол кейіпкер жасырын кейіпкер. Кейіпкердің өтініші бойынша ол бет-әлпетін көрсетпейді. Назарларыңыз экранда болсын, қарайық. Жездем маған бұрыннан бір түрлі қарайтын. Балдызым бой жетіп қалыпты деп тиісе беретін. Кейде түн ортасында хаттарды жазатын. Бірақ бұндай жауыздыққа барады деп мүлдем ойлаған жоқпын. Сол күн менің өмірімді, балалық шағымды тасталқан етті. Түсіне алмайым, қалай ғана 12 жастағы қызға осындай азғындық жасауға болады, бәрін ашып айтқым келеді. Бірақ әпкемнің бақыты үшін оның отбасын ойлап тілімді тістеп қалам. Көрдіңіздер ғой, бұл кейіпкерімізде зорлық көріпті. Бұндай жағдай өте көп Қазақстанда. Енді мен сұрақ қойғым келіп отыр, Ләззат ханым, сізге. Осындай қастандық жасалған жасөспірімнің өмірі әрі қарай қандай болмақ? Жаңағы психологиялық көмек керек, жоқ дегенде 5 жыл. Жоқ дегенде 5 жыл. Мен мысалы былтырдан бері жазып жатырмын, қаншама айттым. Айтады, зорланды деп естисіздер ғой? Естисіздер ма? Ертеңінде айтады, баланың жағдайы жақсы, медиктер айтады. Бәрі жақсы, өз-өзіне келді, өз-өзін жақсы нетіп жатыр деп сезіп жатыр. Мүмкін емес, ол мүмкін емес, себебі мен өзім өттім. Ол психологиялық. Жаңа мына бірінші фильмде қызға түкте болған жоқ. Бірақ ол қызға да көмек керек, өйткені ол өмір бақи бір қорқыныш болып қалды. Ана қыздың енді көп ата-аналардың мән беру керек. Егер балаңыз аяқ астынан тұйық болып қалған жағдайда баламен әңгімелесу керек. Балам не болды, қандай жағдай болды деп баланы. Сосын бізде көп қателік жасайтындар ата-аналар басым сөйлейді. Басым емес, баланы алдап, сулап, жаңағы ішкі дүниесін түсіну үшін мейірім көп керек. Анадан, ата-анадан керек. Жаңағы сосын жалғыз мектептен үйден емес, мысалы жаңағы зорланған қыз болса мектепте, мысалы мен сіздерге айтайын, біздің қоғамдық қордан 5 жыл болды бір істі былтыр жеңіп шықтық. Ол баланы, 15 жасар ол баланы экс-полицейский зорлаған досымен. Былтыр үлкен резонансыны не болды. Сол адамды 15 жылға соттады, екінші адам әлі қашып жүр. Мен айтайын деген, сол ер азамат қазір 20-ға келді ана бала. Айтайын дегенім, боулинг дейді, қазір мектептерде боулинг. Сосын жаңа Түркістандағы 10 жасар баланы біз сот алқа несі қанағаттандырмай қойды ғой. Бала, мен өзім жүрдім экспертизада. Баланың артынан жүрдім. Түркістанға неше бір жарым жылдай жүрдік Айман Омарова екеуміз. Сонда ана бала жүре алмайды, ана көтен шегі уже созылғаннан ана жүргенде ана үлкен дәрет шыға береді. Сөйтсе мектептегі жаңағы интернеттағылар тесік деп мазақтайды екен. Бала неше өлмекші болған. Ол баланы әлінге шейін, міне қазір осы телевизорда көретін болса, соттамағандар естісінші осыны. Сол баланы әлінге шейін көз алдымда жүрді, экспертизада да өзім жүрдім, қасында жүрдім. Әлгі бала сондай нервный болып кеткен. Түркістан облысы болсын, басқа болсын, мынау жемқорлықтың иісі әрқашанда мына педофилияда алда жүреді. Жаңағы жасөспірім бала қазір 15-ке келді, оның өміріне өмір бақиға балта шапты. Себебі денсаулығына әсер етті, психологиялық әсер етті. Жаңа жалғыз анасы бар, әкесі жоқ, өзі бірақ бала. Мысалы, оның өмірі не болды? Болды, осы баланы енді қарап отырсаңыздар, кейін сол бала педофил болады. Негізі біздің үкіметіміз кінәлі соған, кінәлі. Себебі балаларға бейімдеу орталығын ашқан, бірақ ол жерге қандай бала түседі? Жаңағы ата-анасынан кішкене ұрысып қалған балалар түседі, тағы басқа балалар. Ал мына жалпы зорланған балаларды кейін бейімдеу керектігін, қоғамға оны қалыптастыру керектігін үкімет ойламайды. Үкімет соның жан жарақатымен қоя салады. Болды. Үкіметке цифрларға галочка қойылса болды. Адвокаттар қорғаса қорғады, қорғамаса қалды солаймен. Ар жағында ертең ол бала қандай қатыгез болады? Оны ойлап отырған үкімет жоқ. Педофилдің құрбандары уақыт өте келе өздері педофил болуы ғажап емес. Ол сондай бір заңдылық та бар. Егер де ол психологиялық көмек алмаса, реабилитациядан өтпесе, яғни өз бойындағы қиянатты сырып тастай алмаса, оның бойындағы ыза, кек,
тек қана осы басқа балаға қиянат көрсету арқылы өз ішіндегі агрессиясын импульсті солай жойғысыға сондай әрекетке барады. Яғни жаңа әңгімеміздің басында бірнеше варианттар айтылды. Бәлкім педофилді көре салып атып тастау керек шығар, оны көзін бірден жою керек шығар, я болмаса самосуд жасау керек шығар деп енді экранда көрсеткендей. Бірақ қандай да болмаса да педофилді оқшаулау керек, қоғамнан оқшаулау керек. Ең қазіргі бар қолдан келетін амал осы ғана. Оны тани аламыз ба деген сұрақ ше? Жоқ, егер жаңағыдай ұсталған жағдайда, анықталған жағдайда, яғни экранда көрсеткендегі сияқты соның шет жағасы айқындалған кезде оны міндетті түрде оқшаулау керек. Оқшауланғаннан кейін ғана барып басқа да бір амалдарға көшу керек шығар. Мен бір қызық жайды айтып кетейінші. Америкада педофилдің үйін сары жолақпен бояп қояды екен. Сол жерде педофил тұрады деген. Сосын GPS жаңағы педофилдерге GPS салып қояды екен. Үнемі жаңағы мемлекеттің бақылауында ол. Бізде педофилдер қаяқта жүр, не істеп жатыр? Ол жоқ. Біріншіден, біздің мемлекеттің қателігі ол біріншіден балаға жыныстық тәрбие беру керек. Екіншіден, құқығын түсіндіру керек. Үшінші, ата-аналарды жаңағы балалардың құқығын таптамауын міндеттеу керек. Жыныстық не қатысы бар ма жүрек комиссияға? Оны түсінбеймін. Енді қыздар 12-ге келгеннен кейін үстіне секіріп жатса, сіз қызықсыз, ол білмейтін адам, ол ертең психотравма. 8 жастағы қыз біліп отыр ғой. Сіз қайда тұратыныңыз білмеймін мен, ренжімеңіз, бірақ қаламен ауылды салысуға сай келмейді. Баяғыда сіздің уақытыңызда, менің уақытымда да анатомия деген сабақ болды ғой, немене болмады ма не? Физиологиялық не болды? Жоқ, қазіргі не басына ғой. Қараңызшы, қазіргі. Даму ғой, адамның дамуы, сосын қалдай неге нететіні, неге сіз олай ойлайсыз? Сіз как будто планетадан түскендей болып отырсың ғой бүгін? Жоқ, планетадан түскен кезде емес әңгіме. Сіз өзіңіз адам өмірге келе салысымен көзді ашпай жатып, анасының бұл тақырып неге немеді ғой? Себебі әркім біледі оны. Барлық нәрседен сақтандыруымыз керек балдарды. Ойыңызбен отырмауымыз керек біз санасып. Есіңіз ба? Сіздің де ойыңызбен санасым керек емес. Қоғам дамып бара жатыр. Мен сіздің мерге ойыңызбен санасым көбейіп бара жатыр. Қалай көзімізді жұмып, ештеңе айтпай отырамыз. Басқа нәрсесі жетіп жатыр оның. Именно әке осы интим туралы келіп сабақ ашып қойып отырады. Интим емес мәселе. Жыныс адамның айтпайсыз сіз. Жыныстық тәрбие деген сөз ол басқа нәрсе. Ол балдарға айтатын уақыт келеді. Біздегі мектепте балдарға айтатын. Так, 14 жасқа келгеніңде сен ер жетесің. Сенде әртүрлі қызығушылық болуы мүмкін. Бірақ сен бір жерің тыйып жүр деген сияқты мұғалімдер деген ескерту береді. Ол ескерткен кезде ол наоборот адамға керісінше әсер етеді. Ешқандай кері әсер еткен жоқ. Бір бала біреудің жаңағы несін ала жүрген аттаған жоқ. Болмаған мысалы 100 баланың ішінен бір 3 бала мысалы мынаны тексеріп көру керек керек десеңші. Статистика бойынша енді тексеріп көру керек. Қазір жарты жылда 400 бала 600 бала зорласа. Видеодан көріп алады да, бала соны қайталағысы келіп тұрады. Бірақ ар жағында бала қылмыс бар екенін, ол адам жаңа құқығына қайшы екенін білмейді. Оны кім айту керек? Бала білмейді. Ондай заң бар ғой, мектепте бар ғой. Неменеге маған жолдап отырсыз ба? Ондай пән итекті тәрбиеден беріледі ғой. Неменеге өзіңіз неге отырсыз? Мен ердімі болып отырғам. Камиша ханым, өзіңді звезда санайсың ба? Мінекей, тақырыбымыздың өзектілігі сонша тіпті эмоцияға беріп жатырық. Камшат ханым шығып кетті, Жасұлан мырза қатты эмоцияға беріліп кеткен жоқсыз. Эмоция емес, бұл жерде Камшат ханымның өзінің ойы бар, сіздің өзіңіздің ойыңыздың пікіріңіз бар, Меруерттің өзінің пікірі бар. Меруерт түсіндіріп айтып жатыр, мен осындай өткендегі бала туралы бар еді ғой деді. Бір-бірін түсінбей қалды, ол жерде айқайлап керек емес, әркімнің мінезі өзіне, әркім өзінің ойын жеткізу керек. Мысалы, мен өзім ештеңе түсінбей жатқаным, мен сұрақты қояйын деген. Мысалы, бүгінгі тақырып не болып кетті? Ол мектептің пәні қаяқта қалды, анау қаяқта қалды. Педофилден баланы қалай қорғау керек деген сияқты нәрсені сұрап жатсам, маған келіп неғып отыр? Білмеймін енді өзінің. Мен айта кетсем, Камиша ханым ылғи осындай зорлық, зомбылыққа қатысты, әділетсіздікке қатысты, жоқ, сондай тақырыптарды көп көтереді, резонансты жұмыстарға тіпті тегін көмек береді, көп қайырымдылық істермен айналысады. Сол үшін
бұл кісі жаңа мен де түсініп отырмын, мен бір ғана іспен айналысып осы бір жылдың ішінде қанша жыладым мен. Балам жүгіріп келеді, ас үйге неге жылайсың дейді, мен айтамын әлібиді ойлап жатырмын деп. Негізі ол баланы танымаймын да әлібиді. Сол сияқты Камиша ханымның осылай шығып кеткені мен ана ретінде, әйел ретінде түсінемін. Өйткені бұл тақырып ол кісіге жаңа жатса да, тұрса да жаңа миына сіңіп алған, және де қалай күресем деп жарғақ құлағы жастыққа тимей жүрген үлкен қоғам қайраткері, үлкен заңгер. Сол үшін бұл кісіні мен түсінемін. Жалпы Камшат ханымға рахметімізді білдіреміз. Және сіздерге де алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет айтамыз. Бұл мәселенің түпкі астары толығымен шешілмесе де, бірақ экранның артындағы отырған әрбір көрермен өзіне бірдеңе түйді деген үлкен үміттеміз. Осымен тәмамдайық. Құрметті студия қонақтар, рахмет сіздерге. Не десек те, педофилдер қоғамда аса қауіпті адамдар. Өз басым қорғансыз бүлдіршіндерге аяусыз қастандық жасайтындарға заң тұрғысындағы жауапкершілікті күшейту керек деп ойлаймын. Бүгінге осы сіздер НТК телеарнасынан сан сауал ток-шоуын тамашаладыңыздар. Оны жүргізген мен Аяна Габдуллина. Көкейде әлі де сан сауал бар. Оның жауабын сіз боп, біз боп бірге іздейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.